Сәлеметсіздер ме, құрметті сегізінші сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен квадрат функцияның дәл осы түрде, яғни екі жақшаға жіктеліп тұрған түрдегісінің графигін қалай салуды және оны зерттеуді қарастыратын боламыз. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Осы уақытқа дейін сіздер қарапайым бірінші, екінші, үшінші түрдегі функциялардың графигін қалай салуды үйрендіңіздер. Сонымен қатар жалпы түрде берілген квадрат функцияның графигін қалай салуды үйрендіңіздер. Енді бүгін үйренетініміз осылай екі жақшада берілгені қалай сызу керек графигін. Оның әдісін осындай дайын бір мысалмен тез әрі нақты түсіндіріп өтейін. Біз алған мысал 2x-4 бірінші жақшасы, екінші жақшасы x + 4. Бұл екі жақшаны да ашудың қажеті жоқ. Қателесіп оны ашып, одан кейін барып графигін саламын деп жүрмеңіздер. Ең тиімдісі осы жақша күйінде алдымен бірінші қадам сізде оның y-ін 0 деп қарастырып, екі жақшаны жеке-жеке 0-ге теңестіріп алу болсын. Сол кезде сіз функцияның нөлдерін, яғни OX өсімен қиылысу нүктелерін анықтап аласыз. Бұл жерде -4 пен 2 OX өсімен қиылысу нүктелері немесе функция нөлдері екен. Ары қарай екінші қадам сізде параболаның төбесін анықтау болады. Парабола төбесінің x өсін табу үшін сіз 2 мен -4-ті бір-біріне қосып 2-ге бөлжеріңіз. -4 пен 2-ның дәл ортасында біздің парабола төбесінің x координатасы жатыр деген сөз. Сонымен парабола төбесінің x координатасы -1-ге тең болды. Оны біліп алдық. Ары қарай енді дәл осы -1 нүктесінде функцияның мәнін анықтау үшін сіз мына жерде тұрған x-тердің орнына -1-ді алып келіп қойып, есептеу арқылы тауып алсаңыз болады. Біздің жағдайда -18 шықты, яғни -1 мен -18-ді өзара белгілеу арқылы біз парабола төбесін анықтап алдық. Келесі, үшінші қадам сізде болсын, x-ті 0 деп қарастырып, y өсімен қиылысу нүктесін тауып алу. Бұл өте қарапайым. X-терді 0 деп ойласаңыз, бірінші жақшадан -4 қалады, ал екінші жақшадан 4 қалады. Екеуінің көбейтіндісі OY өсінің қиылысу нүктесін береді, яғни ол -16-ға тең екен. Ол нүктені де біз белгілеп қойдық. Келесі нүктені осы уақытқа дейін біз оған симметриялық түрде жеңіл әрі оңай белгілеп жүредік. Міне, қасында симметриялық түрде екінші осы нүктенің жұбын белгілеп қойдық. Бізге керекті 5 нүкте графикте белгіленді деген сөз, енді оларды біріктіру арқылы параболамызды әдемілеп сызып алуға болады деген сөз. График дайын. Бұл түрдегі функцияның графигін сызу жалпы түрдегі функция графигін сызудан әлде қайда оңай болды. Ал енді дайын графигімізді зерттеп бастайық. Бірінші болып біз анықталу облысын іздейміз. Ол dy пен белгіленеді. Анықталу облысы деген кезде қарапайым тілмен түсіндірейін сіздерге. Мына x өсінің бойымен сіздер велосипедпен бағыты бойынша, яғни сол жақтан оң жаққа қарай жүріп келе жатсыз. Асықпай оң жақ, сол жағыңызға қарап келе беріңіз. Графикті көрген кезіңізді белгілеп алыңыз. Енді бұл жерде біз графикті қай аралықта көріп жатырмыз? Қараңыз, егер мына график бізде ары қарай шексіз жалғасатындығын ескеретін болсақ, біз OX бойында параболаны минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін байқадық. Сол жақ минус шексіздік, оң жақ плюс шексіздік. Анықталу облысы табылды. Ары қарай енді екінші қадам мәндер жиынын тауып бастайық. Мәндер жиыны деген кезде y-тің бойымен бағыты бойынша дәл сол велосипедпен келе жатырсыз. Бұл жерде де оң жақ сол жағыңызға қарап келе беріңіз. Минус шексіздіктен ары қарай плюс шексіздікке дейін. Біз қашан параболаны байқадық жолымызда? Міне, -18-ден бастап белгілеп алдық. Ары қарай жол бойы біз парабола көріп келе жатырмыз. Демек, мәндер жиыны тік жақшамен -18-ден басталды, плюс шексіздікке дейін жалғасты. Үшінші қасиеті енді бұл жерде параболаның өсу аралығын белгілеу. Өсу аралығы бізде парабола төбесінің x координатасынан мына жерден бастаймыз. Ары қарай енді жоғары бағытталған аралығы, яғни -1-ден бізде жоғары қарай бағытталып жатыр, плюс шексіздікке қарай.
Демек өсу аралығында анықтап алдық. Ал енді кему аралығы біз қараймыз, минус шексіздіктен кеміп келе жатыр. Ары қарай минус 1-ге дейін оның ең төменгі нүктесі минус 1 болды, x координатасына қарап отырыңыздар. Демек минус шексізден минус 1-ге дейін оның кему аралығы. Келесі 5-ші қадам бізде симметрия өсін сызу. Симметрия өс дегеніміз параболаның дәл ортасынан бүктеген кезімізде екі бүктелетіндей x өсіндегі үзік сызықты айтамыз. Симметрия өсінің теңдеуі x тең минус 1 болады. Оны үзік сызықпен біз графигімізге де кескіндеп қойсақ болады. Міне сызып жатырмыз, дайын. Келесі 6-шы. Бұл жерде біз анықтауымыз керек функцияның ең үлкен мәнін, яғни максимумын. Бізде функция жоғары қарай бағытталып тұр. Демек, жоғары қарай шексіз. Сондықтан біз үлкен мәнін анықтай алмаймыз. Сызып қойдық. Ал енді кіші мәнін анықтай аламыз. Параболаның ең төменгі нүктесіне дейін келейік. Ол жерде бізде y-дің мәні, яғни функцияның мәні минус 18-ге тең болып тұр. Оны анықтап алдық. Келесі 8-ші, 9-ші бізде оң мән және теріс мән қабылдайтын аралық. Оны қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, сіздер мына x өсінің бойын теңіздегі судың беті деп елестетіңіздер. Судың бетінен жоғарыда жатқан бөлігі оң мән қабылдайтын аралығы, төменде жатқан бөлігі теріс мән қабылдайтын аралығы функцияның. Енді біздің функцияның алдымен 8-ші қадам теріс мән қабылдайтын аралығын табатын болсақ, ол әрине минус 4-тен 2-ге дейін судың астында тұрған бөлігі. Ол анықталды. Теріс мән қабылдайтын аралық. Келесі оң мән қабылдайтын аралығы 9-шы. Бұны қалай анықтаймыз? Судың бетінде тұрған бөлігі, параболаның тармақтары мынау минус шексіздіктен минус 4-ге дейін және 2-ден плюс шексіздікке дейін судың бетінде тұр деп елестетіңізді. Ол аралықты жазып алыңыз. Енді 10-шы соңғы қадам ең оңайы функцияның нөлдерін анықтаңыз, яғни OX өсін қиып өтетін екі нүктеміз біздің минус 4 пен 2 деген нүктелер. Сонымен функцияның графигін сызып алдық. Қарапайым 3 қадаммен ғана. Ары қарай зерттеуіміз 10 қадам арқылы тез-тез дайын графиктен анықтап жазып қойдық. Осымен біздің функцияның графигі де салынды, оның өзін де зерттеп шықтық. Түсінбеген сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, оған міндетті түрде лайк басып, қолдау көрсетіп қоюды ұмытпаңыздар.